Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді және нәзік меренговый рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен салқын ақуымызды ыдысқа салып, оған шым-шым тұз қосып, орташа жылдамдықта көпіргенше миксерлеп аламыз. Қантымызды бөліп салып, миксердің жылдамдығын ұлғайтып, қою ақ масса болғанша араластырамыз. Міне осындай қою ақ масса болды. Лимон қышқылын шым-шым қосамыз. Араластырамыз. Кукуруз крахмалын алып қосамыз. 30 секунд шамасында ғана араластыру қажет. Массамыз өте қою, аппақ болды. Енді осыны пергамент қағазына біркелкетіп жағып, 160 градус қызып тұрған пеште беті қызарғанша жарты сағаттай шамасында пісіріп аламыз. Екінші пергамент қағазға салып аударамыз. Міне пергамент қағазымыз жабысқан жоқ. Өте жақсы шықты. Енді суығанша қойып қоямыз. Рулетіміз суығанша кремін дайындаймыз. Салқын сливкиді миксерлейміз қоюланғанша. Қою масса бола бастағанда сахарный пудрамызды салып, крем дайындаймыз. Креміміз дайын болды. Енді рулетімізді алып, өзімізге ыңғайлы жағын қаратып аламыз. Және бетіне кремімізді салып, біркелкі етіп жағып аламыз. Өздеріңізге ұнаған клубника, не малина болсын, ортасына саламыз. Және пергамент қағаздың көмегімен рулетімізді ораймыз. Өте әдемі шықты рулетіміз. Өзіміздің қалауымызша бетін әрлейміз. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.